bir kempir мен шал өмір сүріпті. Олар үй шаруашылығымен айналысып. Шал, тұрсаңшы, маубастан жата бермей. Үйде астық бітіп жатыр, барып жеміс-жидек теріп келші. Жарайды, айтқаның болсын. Барсам барып қойтайын. Мәссаған, мені еккен шалқаным үлкен болып кетіпті ғой. Бәріне жететін болды. Бұны мен кемпірге алып барайын. Кемпір бәріне тамақ жасасын. Осылай ата еңбегіне қуанып шалқанды тартпақшы болды. Әрі тартады, бері тартады, бірақ шалқанды жұла алмай қояды. Сөйтіп көмекке кемпірін шақырады. Кемпір, көмекке келші. Ау шал, не болып қалды? Қарашы, шалқанымыз үлкен болып өсіпті. Жалғыз өзім тарта алмай қойдым. Кел екеуміз бірге тартайық. Ой, шынында үлкен болып өсіпті ғой. Кел тартсақ тартайық. Осылайша атаның артынан ұстап, әрі тартады, бері тартады. Сөйтіп көмекке кемпірі қызын шақырады. Қызым, бізге көмекке келші. Ау, апа, келе жатырмын. Не болып қалды? Еккен шалқанды тарта алмай жатырмыз. Жарайды, онда бірге тартайық. Сонымен қызы көмекке келіп, шалқанды рет-ретімен тартыпты. Бірақ күштері жетпейді. Сонымен қызы көмекке итін шақырады. Ақтөс, бізге көмекке келші. Не болды? Не істеу керек? Көмектес десең, көмектесейін. Біз адам екен шалқанды тарта алмай жатырмыз. Бізге көмектесесің бе? Жарайды, бәріміз біріксек, осы шалқанды суырып шығарармыз. Ит қыздың етегінен, қыз кемпірдің етегінен, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, әрі тартады, бері тартады. Бірақ шалқанды суыра алмай қояды. Енді иті көмекке мысықты шақырады. Мысығым-ау, мысық, маған көмекке келші. Біз мына шалқанды тартып шығара алмай жатырмыз. Мяу, көмектес десең көмектесейін. Мысық иттің құйрығынан, ит қыздың етегінен, қыз кемпірдің етегінен, кемпір шалдан, шал шалқаннан ұстап, әрі тартады, бері тартады. Бірақ шалқанды орнынан жылжыта алмайды. Енді мысық көмекке тышқанды шақырады. Мяу, тышқан, бізге көмектесші. Тышқан жүгіріп барып, шалқанның астын қазып жібереді. Әрине, көмектесемін. Олар әрі тарта, бері тарта шалқанды суырып алады.